Жыл ішінде босаңсып кеттік. Атырау облысының әкімі тұрғындарға үндеу жасады. Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов өңірде төтенше жағдай жариялауына байланысты жергілікті тұрғындарға үндеу жасады. Ендігі жерде тағы көтерілген бір мәселе, ол бүгінгі менің қабылданған шешімім, бұл төтенше жағдайларды жариялау. Заңдылыққа сәйкес, егер бізде үш облысымыздың өңірінде төтенше жағдай болатын болса, біз облыстық төтенше жағдай жариялау мүмкіндігіміз бар. Осыған байланысты төтенше жағдайларды жарияладық. Бұл жерде мен тұрғындарға айта кеткім келеді. Ол жерде үлкен алаңдату туғызып отырған жаңа мәселелерге түсінік бергім келеді. Біріншіден, төтенше жағдайды жариялаған кезде ол дәл қазір бізге қауіп туып тұр. Міне дәл қазір біз осы жерден шығып кетуіміз керек деген емес. Бұл біз бірінші кезекте барлығымыз осы дайындық, мобилизация дейміз, күштеріміздің барлығын қалыпқа келтіруіміз керек. Бұны қандай себептермен біз жарияладық, мен сіздерге айтайын. Мысалы, өздеріңізде бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп отырсыздар. Жайық өзені негізгі құраушысы, бұл жоғарыда орналасқан біздің су қорымыз, Ресей Федерациясында орналасқан, ол негізгі Ерекла жаңағы су қоймасынан бізге қарай түседі. Сондықтан соңғы жайыққа суды жіберудегі көлемі 3000-нің үстінде куб метр секундына жіберіп отыр. Сондықтан бұл суға үлкен көлемде келе жатқан біз дайын болуымыз керек. Сондықтан алдын ала осындай төтенше жағдай жариялап, біз барлық күш құралдарымызды дайындыққа келтіреміз. Сонымен қатар, төтенше жағдайлар жарияланған кезде өзінің мүмкіндіктері болады. Бұл мынандай. Бұл жерде тек қана мемлекеттің күш құралдары емес, бұл жерде барлық, мысалы, кәсіпорындарында күш құралдарын біз осы қызметке тарта аламыз. Сіздер өздеріңіз көріп отқандай, бұл жұмысты біз ертерек бастап кеткен болатын. Бұл жағдайды жарияламастан бұрында оны күтіп отырған ештеңеміз жоқ. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қаланың маңында және Махамбет аудандарында мысалға дамбаларды қайта соғу, айналасындағы зерделеу, қай жерден қауіп тууы мүмкін, сол жерлерді мысалға күшейту деген сияқты мәселелер болып жатыр. Ендігі жерде біз осы мекемелердің де барлығының күш құралдарын жинақтап, осы жұмыстарға бірлесе атқаратын болады, соған біз тартатын боламыз. Сондықтан да осы бағытта жарияланған, ол менің қабылданған шешімім. Енді төтенше жағдайлар кезінде уақытында егер адамның өміріне қауіп тудыратын жағдай болатын болса, біз оны алдын ала ескертіп отырамыз. Ол мысалға төтенше жағдайлардың мысалы берілетін сигнал, тағы да басқа түрлері сияқты, немесе өздеріңізге келетін SMS хабарландыру деген сияқты, ол міндетті түрде айтылады. Сондықтан да қазіргі таңда байбаламға салып, міне қазір болып жатыр екен деген ешқандай негізі жоқ. Сіздерді негізгі официальный дейміз ғой, ақпараттарға сүйене отырып, соны қабылдауларыңызды сұраймын. Мен осы бүгіннен бастап өзім және менің әріптестерім енді жиі брифингке шығып, осы істеліп жатқан істер бойынша және қандай жұмыстарды істеуіміз керек, сол бойынша да баяндап түсініктеме беріп отыратын боламыз. Оның кестесін мен орынбасарым Жаслан Орағұл жасағаннан кейін барлық бұқаралық ақпарат құралдарына жариялайды. Сол белгіленген уақыттар бойынша, мысалға төтенше жағдайлардың департаменті, тиісті қажетті мемлекет органдарының басшылары менен бастап барлығы да осы түсініктемеге шығып, осылай брифингке хабарлап отырамыз. Сондықтан қадірменді осы тұрғындарымыз ешқандай уайымдамаңыздар. Бұл негізгі жарияланған себебі өзіміздің күш құралдарымызды дайындыққа келтіріп, бәріміз бірігіп, осы келе жатқан егер болатын деген бағыттағы қауіп қатерді азайту немесе болдырмау бағытында атқарылып жатқан
жұмыстар. Сондықтан қысқаша мен осыны айтқым келді. Енді көбірек осы бұқаралық құралдарының сұрақтары немесе пікірлер болатын болса, мен тыңдауға жауап беруге дайынмын. Өте жақсы сұрақ, сондықтан мен тағы да осы сәтті пайдаланып отырып айтқым келеді. Егер оқу орындары онлайнға ауысатын жағдай болатын болса, оның барлығы да біздің жаңағы официальный дейміз ақпараттар арқылы беріліп отырады. Бүгінгі таңда біз бірде-бір мектепті ондай жаңағы онлайнға жіберіп жатқан жоқпыз. Сондықтан бұл ақпараттарды біз жаңағы тиісті деңгейде беріп отырамыз. Жаңа өзімді айттым ғой, ендігі алдағы уақытта менің әріптестерім жиі шығып, осы салада қатысты сұрақтардың көпшілігіне жауап береді. Мысалы ретінде мен айтайын, бүгіннің өзінде де осы мәселелерді әрі тартып, бері тартып, жаңа ажиотаж бұл кейбір жерлері мысалға осы сәтке пайдаланып, жаңағы қапшықтардың бағасын өсіріп, мысалы күрек, тағы басқалардың бағасын өсіп жатқан кейбір мәселелер бар. Сондықтан ондайға біз жол бермеуіміз керек, әрине қарап отыруымыз керек. Енді біз өз тарапымыздан өз атқарылып жатқан жұмыстардың басында көптеген еріктілер қазір бізге келіп қосылып отыр. Біз өзіміздің елімізді аман сақтап қалайық, біз біргеміз деген сияқты. Сол жерлерде мысалы біз өзіміз осы құрал-жабдықтарды тауып беруге осыған жұмыстанатын болдық. Міне төтенше жағдай деген қаулы осыған бізге мүмкіндік береді. Сондықтан осындай жұмыстарды біз жүргіземіз деп тұрып, ертеңгі таңда біздің жаңа қажет құрал-жабдықтарымыз болу үшін. Қауіпті аймақтар деп қай учаскелерді атап өтер едіңіздер? Енді бұл жерде мен үрейлендіргім келмейді. Мына жерде карта тұр. Қарасаңыз, мына жайылған жер. Су тасығанда негізінен өзен өзі келіп, өз арнасымен келген өзен өзі қауіпті туғызбайды. Ең қиын жағдайы өзен арнасынан шығып жайылып кеткенде. Себебі ол су әр сай-саланы қуалап, сол елді мекенге күтпеген жерде соғуы мүмкін. Сондықтан біз осыны қарап жатыр. Ал былайынан айтатын болсақ, егер бізде ең жоғарғы деңгейде тұрған ол Индер, сонан кейін Махамбет мысалға қаламыз. Сол жерде біз мысалға 94-тің қалай дейді, болған статистикаларын дейін жаңа қарап, мысалға айтар едім, егер аудандардың ішінде болса, Махамбет ауданы мен қаланың кіреберісі Бесікті жақ, мысалы, төменгі жақта, мысалы, 94-терде Дамбыда болған. Ол кезде енді әрине теңіз жақын болғандықтан, анау теңіздің суы айналып кетті деген жаңа пікір бар. Ал біз қазір енді соған қарамастан осы жақ беттерде де сол жұмыстарымызды күшейтіп жұмыс істеп жатыр. Барлығы бірдей мемлекетке қарамайды, өздерінің қожайыны бар жерлер бар. Мысалы қазір тұрғындар жазып жатыр, суда ремонтник деген бар ғой, Рембаздағы. Сол жерде әлі бірде-бір қоршау жұмыстары жүргізіліп жатқан жоқ, бекіту жұмыстары жүр. Сондай жерлер бар ма біздерде әлі бармаған? Бізде енді жаңа айтып отырмын, біз ол жерде мынау жекенікі, мынау ненікі деп қарап өтіп отқан жоқпыз, енді шындығына керек. Бұл жерде қазір мына қаулының тағы бір беретін мүмкіндігі, біз бұл жерде мысалы қарамаймыз. Біз ол территориясы бізге жаңа қауіпті сейілту үшін қажет болатын болса, соның үстінен де өтіп кетеміз. Себебі шындығына керек, ол жеке меншік кісілер, ол мүмкіндігім жоқ, тағы басқа әртүрлі себептерімізді салмайды. Неге біз олардан мысалы зардап шегуіміз керек? Сондықтан барлық жаңағы қауіпті жер дегеннің барлығында да менің әріптестерім сол Дамбыны соғуды мүмкін. Қазіргі таңда оған жете қоймаған олар жаңа сіз айтып отырған жерге. Бірақ әр жерге мүмкіндігінше біз өтуіміз керек. Енді қазір өздеріңізде чаттардан маған жіберіп те жатыр. Көріп жатқан болсаңыз, кейбір жерлерде еріктілер, белсенділер 24 сағат жұмыс істеп жатыр. Шындығын айту керек, мен осы сәтті пайдаланып отырып, барлық еріктілерге, тұрғындарыма, халқымызға өзім алғысымды білдіргім келеді. Бүгін мен арнайы Орыншапаға бардым. Бүкіл әлеуметтік желіде жүріп жатыр. 90-ның үстіне шыққан апамыз өзі бар,
үйінен шыға қойған дейді, қарасам өзімнің балаларым жаңа қап-қаптап отыр екен, сосын менің қолымнан келетіне қаптың аузын ашып отырдым дейді. Міне апамыз, Орынша апамыз өзінің қалай деп айтсам болады, патриоттығын көрсетіп, мынау жастарға мен ойлаймын үлгі болып тұр. Себебі қандай жағдай болмасын, апамыз сол жасына да басқасына да қарамастан сол өзі де кірісіп кеткен. Сондықтан бүгін мен барып өзім жаңағы сәлемдесіп апамызға жаңағы осы үлгіміз үшін рахмет деп алғысымды білдіріп кеттім. Сондықтан мен ойлаймын әрқайсымыз бірігіп бір-бірімізге үлгі болып осы жұмыстарды бірге атқарамыз. Төтенше жағдайлардың үшін қанша қаражат бөлінді? Барлығының сұрағын. Қазіргі таңда облыстық бюджеттен 2 миллиардтың көлемінде қаражатымыз бар, бірақ бұл қаражат әлі де көбеюі мүмкін. Себебі алдағы уақытта біз бұл қаражатты көбейтеміз. Мен оны не үшін айтып отырмын? Оның есебі керек болатын болса, міндетті түрде біз есебін шығарып көрсетіп береміз. Мысалға, бұл қазіргі істелетін ауқымды жұмыстарымызға байланысты болады. Егер қазіргі таңда ол жұмыстарды істемесек, оның зардабы одан да көптеген миллиард болуы мүмкін. Сондықтан егер енді біздің қоғамды мазалап отырған қалай қаншалықты тиімді жұмсалды ма деген сұрақ болатын болса, оған мен әрине ашықтықты қамтамасыз етеміз. Барлығының құжаттарымен ортақ ашық көрсетіп беруге біз дайынбыз. Сұрақ қойып, жалпы Атырау облысында және Атырау қаласындағы каналдар туралы, жағдайы туралы, ертең мысалы суды 30 жыл бойы біз судың көлемі төмен болғандықтан біз соған үйреніп кеттік. Ол бір. Екіншіден, каналдарымызда мысалға тұрақты түрде түбін тазалап тұру деген мәселелер ол да қомақты қаражатты талап етеді, ол да бар. Үшіншіден, біз кезіндегі болған дамбылардың кейбір жерлерін жайыққа өту үшін қырып салдық, кейбір жерлерін топыраққа алып кеттік. Үшіншіден осы мәселе бар. Төртінші енді мәселеміз, бұл қаншалықты болса да заң бұзушылықтарды жіберіп, мынау водоохранный зона дейміз ғой, сол жерлерде немесе дамбының ар жағына да жер учаскелері мысалы беріліп кетіп, сол жерде тұрғын үйлер тұрғаны бар. Сондықтан міне бұлар біздің ең басты қауіпті жерлеріміздің бірі. Сондықтан бұл жерлерде біз қарауымыз керек. Қазір каналдар бойынша да қарап жатыр. Мүмкіндігінше арналарын қазір тазартып, және де мына су келмеген жылдары шаруашылықтар басқалар бөгеген жерлер бар. Соның бәрін ашып, судың қалай дейді, тоқтаусыз, кедергісіз ағуына мүмкіндік жасауымыз керек. Соны қазір қарап, бірге жасап жатыр, қараймыз. Негізгі арналарды айтасыз ба? Бақсая, Соколов, Бақсаяның тұрғындары көп алаңдап жатыр. Бақсаяның тұрғындары, Черный речка бар, мына жерде Черный речка, Соколов, Нарын, Бақсай, бұлардың барлығынан да енді жайықтан келген судың барлығында тарау суды біз алып кетуіміз керек жан-жағынан. Бұл енді сол каналдардың жақсы жұмыс істесе, судың бізге қалаға төнетін қауіптің, мысалы белгілі бір бөлік суы сол каналдар арқылы өтіп, қауіпті сейілтеді. Сондықтан да ол каналдарды да біз жаңағы қараймыз. Ал жаңағы дамбыларымыз бұл жаңағыдай жайылып келіп қалғанда, мысалға қанша айтқанмен 1 метр жарым биіктікте келуі мүмкін жайылып. Сондайда жаңа ұстап кіргізбеуге. Себебі енді олардың айтып отырмын, су тасыған кезде өзінің бір уақыты бар. Бір мезгілде үлкен жаңа шарықтауына жетеді пигі, содан кейін түсе бастайды. Түсе бастағанда жаңа жайылған суын өзен қайтадан өзінің арнасына тарта бастайды. Мысалы дамбыларды соғу себебіміз сол жайылған кезде ауылдың ішіне кіріп кетпесін елді мекендерге, тартылған кезде сол мысалға суларын кері мысалға уже жайық өзінің арнасына қайтадан түсіріп алады. Жауапты болған компаниялар туралы сұрағым келеді. Әр жерге бөлінді ғой олар, олар қаншалықты жауапкершілік бар, оларда әлде олар еріктілер екен. Өздерінің айтуынша олар еріктілер екен. Шындығында солай, олар еріктілер. Осы мәселені біз жаңа айттым ғой, көп жаңағы
шуламай, айқайламай біз алдын ала өзіміз бастаған болатынбыз. Бұл компаниялардың барлық басшылығымен мен жеке өзім кездестім, жағдайды түсіндірдім, ел үшін керектігін айттым. Сондықтан да бұл компаниялардың басшылары ерікті түрде осы қолдау көрсетеміз, көмектесеміз деп кірісті. Сондықтан бұларды ерікті деп айтуға болады. Ешқандай бізбен жаңағы қалай деп айтсам, міндеттемесі, ештемесі жоқ. Бірақ сол ерікті түрде көмектесіп жатыр. Қазірдің өзінде мысалға Тенис Chevrolet компаниясы мысалы Құрсаларда болған жағдай бойынша көптеген мәселелерді өзі алып, мысалы эвакуациясы бар, басқасы бар, жаңа жасақтап жатыр ерікті түрде. Сондықтан мен осы сәтті пайдаланып отырып, барша осы қолдау көрсетіп жатқан компанияларға, оның қызметкерлеріне алғысымды білдірем. Және тағы да осы іске бірге араласамыз дейтін ірі компаниялар болатын болса, қарап отырмай бізбен бірге болып көмектесуге шақырамын. Так, сегодня вот в магазины захожу, ажиотаж идет, все скупают, и мало того, цены поднимаются. Люди спрашивают, почему цены поднимаются? Потому что нет поставок, говорит, в город. Так, есть поставки в город продуктов питания или нет? А если они есть, то почему они цены поднимают вот сейчас? Очень хороший вопрос. Вот сегодня, я же говорил, вот это постановление, он же у нас рабочее постановление, и вот она попала в социальные сети и сразу раз. После этого я выпустил свое обращение, потом решил сразу дать брифинг, разъяснить. Я думаю, никаких ростов цен не должно быть, если это спекулятивно, мы будем разбираться. Поставки в город у нас есть, например, Астраханской дороги или там Актюбинский, Уральский направление, везде у нас открыты, поэтому здесь проблем нет. Есть определенные трудности в Пулсаре, надо это честно, открыто сказать, потому что у нас идет перелив воды в той части 103 или, по-моему, 104 километров от Тассор Пулсар. Поэтому Ататрау, да, но мы организовали это все через железную дорогу, нашу которую, и через Бинью, Мангистаускую область. И поэтому там тоже продукты питания, лекарства, все это в достаточном количестве. Но есть определенные еще там части некоторых проблем, например, в некоторых магазинах или аптеке может быть подтопленными. И поэтому вот мы сейчас собрали все действующие и через эти сети продукты питания и лекарства через железную дорогу, через Бинью доставляем. То есть определенные моменты, открыто надо сказать, может быть в Пулсарах, а в остальных населенных пунктах и в городе таких проблем. Вопрос по питьевой воде. Я не знаю, фейк это или нет, по группам рассылают, что вот это с реки Урал будет опасно питьевую воду использовать, так как скотомогильники обмыл, вот эти кладбища. И как бы в магазине да, сужок вообще магазин, в действительности. Это опять же такой фейк, поэтому я еще раз говорю, надо официальную информацию получать. И вот я сегодня принял решение, чтобы мои коллеги по мере каких-то вопросов, если затрагивают, волнует общество, чтобы они выходили и честно, открыто отвечали. Касательно, значит, воды, мы усиливаем, значит, контроль забора воды по Уралу, паводковый период, это стандартная процедура, здесь не надо бояться, потому что, ну, все-таки паводковый период вода, можно сказать, грязная, да? И поэтому СЭС будет, допустим, в усиленном режиме проводить каждый раз пробы. И в зависимости от этого, вот, скажем, как сказать, усиленно его дезинфицировать или как там хлорировать, да, усиливать. Поэтому эти вопросы у нас в таком порядке. То есть для этого я специально принял протокольное поручение, дал протокольное поручение, и вот СЭС в этом режиме сейчас уже работает. И мы по пропуску режима будем, конечно, еще смотреть.
Если какие-то моменты будут, скажем. Рахмет. Біз осы 2 күн бойы Жылыой ауданында болдық, бірнеше ауылдарды араладық. Ескертуі, әкім Жылыой ауданның әкімі өте әлсіз, осындай мысалы Миялы ауылының әкімінің уақытылы қам жеп халықпен, жұртпен алдын алғанын мысалға келтіре өтіріп, жалпы қазіргі жаңа Құлсарыдағы жағдайды айтып отырсыз, тіпті дәріханада жұмыс істемейді, заправкалардың бәрін жауып кеткен, бензин жетіспейді, солярка жетіспейді, енді жағдайды бәрі біліп отыр. Дегенмен одан бөлек біз жаңа Қаратон ауылында болдық, ол жақта да жұрттың бәрі осы әкім Жылыой ауданның әкіміне наразы болып отыр. Жалпы сіз осы жағдайды ескере отырып, бір кадрлық өзгерістер енгізу жоспарыңызда бар ма, әлде осылай отыра бере ме ол әкім? Енді мені де ойлаймын, менің қызметкерлерім, мен өз басым өзінің істеген істеріне, қызметтеріне байланысты бағалап, және соған байланысты шешім қабылданады. Енді жаңа сіз айтып отырған мәселелер бойынша бір бөлек шешіп алайық. Сонан кейін бұл мәселелердің де жаңа қызметтік арнайы тексеруден кейін бұл шынайы қабылданған шешімдері дұрыс болды ма, жоқ бұрыс болды ма, сонан кейін барып біз шешімдерді қабылдаймыз. Енді барлығы түп-түгіл жақсы дұрыс шешім қабылдады деп айтуға да болмайтын болар, но барлығында тек қана әкім жасамады деп мойнына арта салуға да болмайтын болар. Сондықтан бұның ортасы, ақ пен қараның ортасында былай айтқанда тұрған нәрсе, барлығын өткізейік, сонан кейін белгілі жаңағы тексеру қызметтіктер өзінің жаңағы несін береді, сонан кейін шешім қабылданады. Қайта кешірім сұрайды. Енді ол кісінің геосаяси жұмысқа жауапты, былай қарағанда. Енді жергілікті ауылдағы, аудандағы жерлерді, мысалы, тіпті сіз емес, сол аудан әкімдері, ауыл әкімдері алдын ала қамданып, барлығын бақылап отыру керек қой, элементарный нәрсе ғой. Менің ойымша мен сізбен толығымен келісем, себебі ол әрқашанда айтады ғой, биліктің айнасы халық дейді. Сондықтан егер халық өз бағасын беретін болса, ол бағасын береді. Егер ол бағасын жаңағы теріс беретін болса, онда оның бағасы жұмысын басқа деген. Сондықтан оны біз ескереміз. Серік Шапкенов мырза, осылай бізге ақпарат беріп, осылай брифинг өткізіп жатқаныңызға рахмет. Өйткені бұл бізге жаңағы мәліметтерді тезірек алуға көмектеседі. Дегенмен, мына бізде қалада немесе басқа жерлерде өздеріңізге дамба тұрғызып жатқан жерлерді жаңағы жауапты адамдарға бөліп бердіңіздер. Бірақ сол жауапты адамдардың бізге ақпарат бермеуі қаншалықты дұрыс? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл жерде жаңа айттым ғой, дамба тұрғызып жатқан адамдар ерікті адамдар ма? Біз бекіткен адамдар ма? Жоқ, оны ешқандай, мен ойлаймын, қиындығы жоқ, және оның құпиялығы жоқ. Біз керісінше оны ашық жариялап бүкіл елді осыған жұмылдыруға шақырып жатқан жерде, мен ойлаймын, ол ешқандай несі жоқ. Мен қазір әріптестеріме айтарым, дер кезінде осы жерде мысалға тиісті ақпараттарын беріп отырайық. Мүмкін барлық жаңағы болып жатқан жұмыстарынан алаңдатпау үшін барлық жаңағы учаскелерде болып жатқан ақпаратты жинақтап осы жерден бір кісіден күнделікті беріп отырар. Бірақ сонда да бүгінгі жағдайда айтып өтейінші, мен мысалы дамы жақтағы Қызбалық ауылының тұсына барған болатын. Бірақ Көгалдағы жақтағы мен атын атамай қойын, өздеріңіз қарайтын шығарсыздар тізімнен. Сол кісіден мен ақпарат сұраған кезімде ол кісі маған кім жіберді сені, және мен саған ешқандай ақпарат бермеймін, штабтың өзінен ал деген әңгімені айтты. Бірақ мен ол жерге барып тұрған жерде менің ойымша маған ақпарат беруі керек сияқты.
Тағы бір атап өтетінім, ол жердегі тұрғындардың айтуы бойынша, мына дамбының бойында барлық жағдай жасалып жатқанымен, мына ауылдың арт жағында, яғни теңіз жағында ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ дейді. Тұрғындардың қаупі, яғни олардың болжамы бойынша, егер жаңағы су көбірек келген жағдайда, жаңағы желдің бағыты ағысқа қарсы болатын болса, олар мұнағы теңізге кететін су кері келіп ауылды басып кете ме деген қорқыныш бар оларда. Сол туралы теңіз жақтағы, сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді мен жаңа айтып өттім ғой, біз бірақ оның барлығын ескеруіміз керек, енді олай ойламауымыз керек. 94-те дамбы жағында жаңа су басу кезінде негізінен жаңа айтылған, мен арнайы сол 94-те қызмет істеген, сол кезде жаңа көрген азаматтармен көпшілігімен кездестім, өзім арнайы өз ауыздарынан естейін, қалай болып деген сияқты. Сонда мысалы дамбыда теңіздің жаңа өзіңіз айтып отырғандай теңіздің көтерілуіне байланысты мысалы дамбы жағында жаңа су басқан. Енді бүгінгі таңда теңізіміз совсем далаға кетіп қалды ғой. Ол ананың барлығы бері қарай жел жүргенде де теңіз келеді. Мен өзім пікірім ойламаймын, бірақ соған қарамастан біз оны да ескеруіміз керек. Мысалға жем бойынша дайындалғанда біз осы 94 бойынша дайындалдық, шыны керек. Ол жерде жаңа әкімнің үстіндегі мәселелерді айтып отыр ғой, қазірдің өзінде де 94-тің осы ақпаратын ала отырып, осындай көлемде кем дегенде су келеді. Бірақ ол келген су одан көп болып шықты қазір. Оған біз шыны керек дайын болған. Ол сабақты біз болашаққа қабылдауымыз керек. Қазір мен өзім әріптестеріме тапсырдым. Мына әрбір жердегі көрген кемшіліктерімізбен жаңа қай жерде қандай мәселелерге қазір жасап жатыр, немесе тапқан шешімдеріміз болса, соның бәрін келесі ұрпаққа мынандай жазып тастап кетуіміз керек. Осы затты келесіде қайталамауы керек. Или оны біз бітіріп істеп кетуіміз керек. Себебі бір өткеннен кейін енді келмейтіндей, 30 жыл тағы да жүрміз, 30 жылдан кейін тағы сол деген сияқты. Ол бір. Енді жаңа айтып жатқанымыз өте орынды. Су біз күтпеген жерден келеді. Біз жайықтың жағасын көтере береміз, бірақ ол бір жерден шығып кетсе, ана ойыстармен айналып келіп, сол ауылға кіріп кетуі мүмкін. Жердің қыртысына, бедеріне байланысты. Сондықтан оның жаңағы әрбір ауылды қазір мына біздің әріптестеріміз геодезиметрмен өлшеп жүр. Бізде мысалға қазіргі 6-7 метр жайық көтерілді дегенде, Балтийский өлшем бойынша жайық бізде 30, Алтауын 24, біз өзімізді одан да жоғарыға мысалға көтеріп солай есептеп жатыр. Сондықтан жаңағы қай жер содан төмен, сол жерді міндетті түрде артында да мысалы көтеріп өтеміз. Ол мысалға адамның көзіне былай көрінуі мүмкін, жайықтың жағасындағы дамба 2 метр биік, бірақ арт жағындағы дамба, например, метр биік болуы мүмкін. Бірақ екеуінің деңгейі бір. Себебі сол жаңағы біреуі мынандай биіктікте орналасқан, біреуі төмендікте орналасқан. Жалпы мына облыстың, соның ішінде Атыраудың картасы нақты қазіргі ландшафт бар, ішінде жаңағы биік жері бар, аласа жері бар, қай мөлтек аудандарға, ықшам аудандарға алдын ала қамдану керек. Халықтың арасында үрей өте алып кеткен. Мен керісінше айтар едім. Математикалық зерттеу, есептеулер, геодезистер, гидрологтардың бәрін былай қазіргі таңдағы бір хотя бы бір шешімі. Біз енді жан-жақты сұрап жатырмыз, мамандарды да сұрап жатырмыз, өкінішке орай. Енді қазіргі таңда мықты мамандар бар деп айта алмаймын, но беріне айта алмаймыз, бар ғой мамандар. Біздің қасымызда қазіргі таңда, мысалы мен әріптестерімнің арасында ондай кісілер шыны керек жоқ. Сондықтан біз жаңа бөлек осы бағытта жүрген айналысқан мамандармен бірге ақылдасып отырмыз. Оларды шақырып отырмыз. Қазірдің өзінде мысалға Қуанып Кесен деген ағамыз көп жылдар бойы басқарып, білесіз ғой, Сокустен сұрап отыр. Азидулин Дола деген азамат осы жерде көп жылдар жұмыс істеді. Қазірдің өзінде осы комиссияның құрамында келіп, бізбен бірге қазір осында жұмыс істеп, өзінің ой пікірлерін ортаға салып жатыр. Ахметкалар дейміз, оны біз ойдан тауып алған жоқпыз. Осылармен мысалы ақылдаса отырып,
сол отметкалардың бәрін анықтап алады. Енді геодезист деген ол енді өлшейтін жігіттер, ол мысалы әр компанияда бар, сондықтан мысалы дорожникада болсын, басқасында болсын, олардан сұрап, соларды жаңағы бөліктерге бөліп солай беріп жатыр. Енді бұл өзіміздің істеп жатқан жаңағы тірлігіміз. Бұдан бір бөлек сол елді мекеннің ішіндегі 94-ті көрген жаңағы азаматтармен біз сөйлесіп жатыр. Немесе сол жерлерде мысалы жұмыс істеп жүрген. Бұлардың барлығы да сол жерде туып өскеннен кейін қай жерден қалай су келеді, қай жерде сай болды, қай жерде ертеректе жайықтың бұрынғы, например, су ағып өтетін бір өзегі болды. Оны олардан артық ешкім білмейді. Сондықтан біз осында өзіміз барған жерде жаңа әкімдеріме мен жиналыс өткізгенде округ әкімдеріне дейін қатыстырдым дейді. Округ әкімдері де мысалға олар да енді кеше ғана келіп мүмкін білмеуі мүмкін қандай болған. Сондықтан сол жердегі азаматтарды тарту арқылы біз сұрап отыр. Олар мысалы айтып беріп жатыр. Бұрын мына жерде жаңа совхоздың бақшасы болып еді. Мысалы келгенде ана жерде бүйткен өзек болды, содан шықты да сол совхоздың бақшасы мына жақтан совхоздың дамбысы тұр, одан айналып кетіп мына жерден құйды, осындай болды. Значит, біз ол жерді тоже ескеруіміз керек. Бізде мысалы дәл сол бұрынғы дамбының орнымен бізде көтеріп жатырмыз. Ал сол кезде кеткенде, значит, ол дамбы болды, бірақ бір затты ескермей қалдық. Біз соны, например, сол айтулар бойынша қарап оны да ескермей болады. Шамамен үлкен су көлемі Атырау облысына қай күндері күтілуде? Шамамен бір 20 шақты күнде алдыңғы қатары су мен ойлаймын осы Атырауға келіп қалады. Оның енді нақты күнін, секундын есептеп беретіндей ешкім жоқ. Шамамен бір 20 шақты күннің ішінде негізгі сулар келеді. Оны сәуірдің аяқ жағына мысалға 20-25 дейік мысалға. Оны енді біз әр неге байланысты қарап отырамыз. Бұл жерде бұл қалай деп айтайын, бұл мысалға бір көлік сияқты емес, бір жылдамдықты алып та сонымен бір зыр етіп ағып келетіндей. Мысалға ол келе жатқанда әртүрлі жаңағы бұрыштарға барады, анау қоймаларды толтырады. Әр жерде оның жылдамдығы бір жерде мысалға қырлы жерден төмен қарай ағса, ол енді тезірек ағады. Бір жерлер жазықтықтау болады, перепад азғантай. Ол жерде мысалға қанша айтқанмен жылдамдығы азаяды. Сондықтан әртүрлі осындай мәселелер болады, соған байланысты қарап отырамыз. Енді біздің алдымызда көршілеріміз бар ғой, Батыс Қазақстан. Біз сол Батыс Қазақстанға шекарадан кіргеннен бастап уже өзіміздің жоспарымыз ары қарай көріне бастайды. Қайырлы кеш. Бізде қазір басымдылықты Құлсары мен Атырауға қойдық, бірақ бір апта бұрын болған Қызылқоға ауданында аралда қалған елді мекендер бар да, шағын ауылдар бар. Оларда жағдай қалай болмақ? Олар өз ауылдарынан шыға алмай жатыр. Оларда қатынас болмай жатыр. Тіпті тамақ алу 1-2 аптада мүмкін болмауы да мүмкін сырт жақтан. Бұл мәселе қалай болмақ? Ол жерде де тамақ алу ешқандай жоқ. Бұл жерде біз барлығын ұйымдастырдық. Мен бұл жерде тағы бір затты айтып өткім келді. Мысалға жаңа айтып жатыр ғой, мысалға анау Қызылқоға ауданы жұмысты жақсы ұйымдастырды деген сияқты. Бұл жерде халықтың барлығын ұйымдасу өте мықты болды. Енді шындығын айту керек. Шындығын айту керек. Мысалы Қызылқоғада кәдімгі барлығы мынандай баладан бастап айтады ғой, еңкейген кәріге дейін бәрі кәдімгі жақсы ұйымдасты. Сондықтан біз ол суды сол қалай қабылдап алдық, содан аяғына дейін бірге жүрдік сол сумен бірге. Жаңа әр елді мекеннің айналасында жаңа сақтап қалу үшін жаңа өзіңіз айтқан аралдар істедік. Аралдармен барлығымен сақтап қалдық. Сол жерлерге жаңа тиісті өзіңіз айтқан азық-түлік, дәрі-дәрмек басқасын жеткізу. Ол жерде әлгі күнге дейін біздің әріптестеріміз қалды. Әрине негізгі күштің бәрін қазір біз Құлсарыға тартып алып кеттік. Ол жерде қауіп сейілді, оны ұстап тұрғаннан бізге жаңағы көп не бермейді. Сондықтан біз негізгі күшті қазір Құлсарыға салдық. Ал ол жерде біздің әріптестеріміз бар, бәрін бақылап, жаңа қарап отыр. Ол жерге енді қауіптің почти барлығы сейілді десе болады. Ол ары қарай уже орындырмайды. Бұл жерде енді 2-3 жерде жолды жырған жеріміз бар.
бұл жолды уже жақын арада қайтадан сол жауып уже проездерін ашып береміз кішкене су бәсеңсігесін. бір сұрақ қойсам, бізде мына қазір Иреклі су қоймасымен сондағы ақпараттарды алып отырмыз, бірақ мына әлеуметтік желіде Волга, яғни Еділ су қоймасының да жаңағы суды жіберу жылдамдығы ұлғайды дейді. Яғни бұл жерде Құрманғазы ауданында кейбір дамбылар мүлдем тазартылмаған, тіпті қазірдің өзінде дайындық жоқ деп айтып жатады. Сондағы халық та өзінің алаңдаушылығын білдіріп жатыр, сол туралы айтып өтсеңіз. Бұл жерде өте орынды сұрақ. Бұл жерде біз кіші немесе үлкен деп бөлмеуіміз керек. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, биылғы жылы шындығын айтқанда бір судың келуінің бір аномальды түрі деп айтсақ та болады. Бұл тек қана мысалы Атырауға тән емес, бұл мысалы Қазақстан, Ресей, басқа елдерде де мысалға Ресейдің Орынборы, Орскі қазір деген қандай күй кешуде былай қарасаңыз. Сондықтан оның барлығына біз мұқият зерделеуіміз. Биыл су өте көп, үлкен көлемде жаңағы келіп жатыр. Қиғашты да біз солай ескердік. Қиғашта жағдай тоже күрделі, себебі Қиғаштың елді мекендері, Шортанбай бар, басқасы бар. Мысалы, Көктоғай, Орызия, оның аралда тұр. Сондықтан оларды да біз ескеріп, олардың да мысалы дамбы көтеру, мотопомпа дейміз, барлық құрал жабдықтарды алып жұмыстар жүргізілуде. Ол жақта да біз Ресей Федерациясымен олардың су жіберу процестерін алып қарап отыр. Оларда да үлкен көлемде су жібереді. Ол жерде де бізде қауіп бар ол мекендерге. Бірақ дамбымызды көтеріп, өзіміздің тіршілігімізді істеп жатырмыз. Және де оның тағы бір қиындығы, олар жағаға үстіне дейін салып тастаған ғой, жағаға жақындатып, балық шабуылдар болғаннан кейін бе тақап қойғанда жағаға үйлерін. Сондықтан ол жерде де шындығына келгенде үлкен қауіп бар деп айтуға болады, бірақ жұмыстарымызды біз ол жерде де жүргіземіз. Аудан мысалы қазіргі уақытта жүрген ер азаматтар бар, егер де қалаға қауіп кәдімгідей төнетін болса, ол азаматтарды жұмыстан алдыртамыз ба, қалай болады? Мен тағы қайталап айтайын, мысалы қазір бәрі бүгінгі таңда жаңа төтенше жағдай жарияланғанға бәрі білмей отыр. Жан-жаққа қашамыз деп жатыр. Мен айтар едім, мысалға енді ер адамымыз ғой, мысалы қандай қауіп болса да, қатер болса да, еліміз үшін, отанымыз үшін мысалға біз қорғауға дайын болуымыз керек. Ер адамдарға қатысты. Қандай болса да, қиындық болса да, біз оған қорғауға дайынбыз. Әрине, әйел адамдарымызды, бала шағаларымызды, үлкейген ата-аналарымыз болса, қауіпсіз аймаққа әрине ауыстырып өзіміз сол қорғауға дайын болуымыз керек. Сондықтан қашады дегенді мен шындығына келгенде өзім басқаша түсіндім. Ал енді елбасына күн туған кезде барлық ер азаматтарымыз біз алдыртамыз. Мен айтайын, мысалға төтенше жағдай жариялаған кезде қандай мүмкіндіктер береді ғой. Ол қызметкерлерді жалақысын сақталып тұрып, осы жерге тартуға біздің барлық мүмкіндігіміз бар. Кеше Құлсарыда сол шешім мысалға мен қабылдадым. Аудан әкімі қабылдайды, мен сонда болдым өзім басқасында. Сол жерде адамдар енді шаршады. Неше күн ұйықтамадық, расын айту керек. Су кетіп қаламадық, дамбының басында күтіп отырады, істейтін қанша айтқанмен үлкен еңбек шаршады. Сол кезде айтты, біздің тағы да жігіттеріміз бар еді, бірақ олар осы теңізде жұмыста, соларды жіберсін. Сонда шешім қабылдап, ТУШО компаниясы қолдады. Барлық өндіріске кедергі келтірмейтін барлық қызметкерлерін мысалға өзінің үйлеріне көмектесуге елге қосады. Сондықтан ондай шешім бізде практикада бар. Егер қауіп төнетін болса, біз өзіміздің азаматтарымызды алдыртамыз. Қазір округ әкімдері деген халықпен деген дұрыс мынандай ақпарат бермей жатыр да, халыққа деген. Халықтың өзінде қазір паника болып жатыр ғой, мына қазған мешоктарын қайда қоямын, әкімдер вообще келмейді.
соған сіз әкімдерге айтсаңыз, көптеу ашықтық болсын, халықпен айтсын, ақпараттандырсын, халықтың бірге қасында жүрген жақсы. Сосын мына қазір халықтың мына бізге жазады ғой, мешок жоқ дейді, жеткілікті түрде берсек дегеніміз бар ғой, жеткілікті қылып. Санап бес мынандай да штук-штуктап, мына саған мынандай штук, кәдімгі жететіндей қылып, мына перчаткілердің, қапшықтардың кәдімгідей жасаймын деп тұрған ер азаматтар шығып жатыр ғой, соларға тек қана манағы материалдар жетіспей жатыр ғой. Мына біздер бүгін дамбының бойында жүрдік, біздер бүгін жаңа талапқа бардық, ешқандай техника да жоқ. Манағы біздер манағы барып әкім шақырып, әкім ақыр келген жоқ сияққа деген, Нұрлан мырза деген. Сонымен округтың әкімдеріне сосын айтсаңыз, сосын мана айттыңыз ғой, жалпы қауіп төніп тұрған Махамбет пен Индер дедіңіз ғой да. Қазір Махамбет дедіңіз ғой да, жоқ, ең қауіп бірінші су келеді Махамбеттен келеді, Махамбет жақтан келеді. Сол жаққа қазір күштің бәрі сол жаққа көптеу салып жатсыздар ма? Техниканың барлығы мана қапшықтары жеткілікті ма сол жақтағы? Мен осы жаңа аудан әкімімен кездесіп, жаңа орын жапауға барып жаңа істегенде алғысын білдіріп жаңа келіп сонда кездестім. Біз ояққа да барып күшімізді салып отырып, қазір қосымша еріктілер пайда болды, қосымша кейбір талдау кезінде, мысалы біз көрмеген учаскелерді күшейту керек болды. Соған байланысты қазір қосымша техникалар қажет. Махамбет ауданында енді ауыл шаруашылығы болғаннан кейін енді 1-2 тракторы басқасы болар, мысалы ірі техникалар көп жетіспеуі мүмкін. Сондықтан қазір мен осы штабқа тапсырма бердім. Қай жерде жаңа айтып отырмын ғой, қазір автодожур қазір шығып жатыр, жаңа ненің газопереводы, жүзавод жаңа техника, соларды біз сояққа берікті бөліп береміз, күшейтеміз де әлі де. Сондықтан ол қаралады. Екіншісі, ауыл округ әкімдерін мен бекерден бекер жинаған жоқпын, өзім жиналысында алдында мысалға, себебі олар осы мәселелердің барлығын естіп біліп, негізгі әр елді мекенді сақтап қалу олардың мысалы қолдарында. Сондықтан мен оларға айттым, ашық болыңдар, елді ұйымдастырыңдар. Ал жаңа ірі керек техника басқасын округ әкімдерінде жоқ қой, шындығын айту керек. Біз шешіп береміз. Сондықтан мен ойлаймын, округ әкімдерінің барлығы да ашық болу керек. Қазір сізден алып отырмын мысалы, қазір мен штабқа да тапсырма беріп, шығып мысалы бірге қаптасып, бірге жүру керек. Онсыз қалай ол? Мысалы, ол бірге бар, анча квадрат болғаны алаңға. Бәрі сол судың былай қарағанда, картадан қарасақ, судың жолында тұр. Сол жердегі жұмыстар туралы айтып кетсеңіз, жаға бекіту бүкіл ең маңызды квадрат қой, бүкіл бокс керек қалаға қарай. Бұл жерде де жаңа дамбаларын көтеру, сол жерлерге суды жеткізу жөнінде де мысалы тапсырмалар берілді. Штаб аясында кәдімгі жұмыстар қалай деп айтсам жүріп жатыр. Мысалы ол жаңа сіз айтып отырған кейбір кәсіпорындар бұл тек қана қалай дейін оны құтқару ғана емес, бұл біздің былай айтқанда тіршілігімізді қамтамасыз ететін. Ертеңгі таңда бір подстанцияға су кіріп бәрімізде сует сөнсе, қайтадан тастай қараңғыда мысалы қалып қоямыз. Сондықтан бұл жаңа айтады объекті жизненного обеспечения, тіршілікті қамтамасыз ететін объектілердің иелеріне де ескертілді, оларды жұмыс жүргізіп отыр, біз де қарап отыр. Сондықтан біз жаңағы газ, су, свет, тағы басқа тұрғындарға қажетті объектілерді тоқтатпау үшін осындай жұмыстар жүргізуге жасаған тұрсыңыз керек. Олардың арнайы жоспарлары бар, сол бойынша жүреміз. Себебі бұл бірінші кезектегі қажетті біздің құрылымдар. Ал себебі егер енді ар жағында ол болмайтын болса, онда бір хаостың ішіне кіріп кетеміз. Сондықтан жасайды оны да, жасайды, істеп жатыр, но жасайды. Үлгеруіміз керек, енді басқа бізде шындығына керек, енді бар күшіміз салуымыз керек, барлығына үлгеруіміз керек. Мен де түсініп отырмын, уақытта өте тығыз. Уақытта өте тығыз. Алдын ала осындай жер сайлауға сізге көп алғысымызды айтамыз. Ана тақалып келгенде жариялаламай, алдын ала ескертіп, халыққа деп осындай қылып жариялағанымызға үлкен алғыс білдіреміз сізге. Мен сіздерден сұрайтын, мен әдейі осы жаңа брифингтен шыққанда да өзім түсініп көрейін деп айтқам, потому что кейбір адамдар оны алып қашпа ар жаққа айтып отыр да,
біз бұл жерде жаңа айтып отырмын ғой, ашықпыз, ешқандай бір жасырын немесе бір қауіпті жасырып мысалға елге жеткізбейді деп жатқан ешқандай неміз жоқ. Сондықтан бұл негізінен өзіміздің жаңағы күш құралдарымызды жинақтап дайындау үшін атқарып жатқан жұмыстар. Сондықтан осыны баршаңызға жеткізуіңізді сұраймын. Халқымнан енді әрқашанда біз бірге екенімізді айтқым келеді. Қандай да бір мәселелер болса, ол тек қана бірлік арқылы шешіледі. Сондықтан енді осы үлкен алдымызда тұрған сыннан баршамыз осы абыроймен өтейік дегенге рахмет. Жақсы, онда баршаңызға рахмет. Амандықта кездесейік. Thank you.